Сәлеметсіздер ме? Теңжанова Әсел, Мәдениет ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Және бүгін біз сізге отаным қасиетті туған жерім атты тақырыбындағы жобамызды ұсынамыз. Бұл жоба туған жерге деген сүйіспеншілікті артыруға, жастардың белсенді өмір салтын баулауға және қоғамды пайдалы істерге тартуға бағытталған. Жобамыздың негізгі мақсаты жастар арасындағы патриоттық сезімді қалыптастыру, волонтерлік қозғалысты дамыту және бос уақытты тиімді ұйымдастыру арқылы қоғамға пайда әкелу. Қазіргі таңда жастардың бос уақытты тиімсіз өткізуі әлеуметтік белсенділіктің төмендігі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан біздің жоба жастарды қоғамдық жұмыстарға тартуға, салауатты өмір салтын насихаттауға және туған жерге деген жауапкершілікті артуға бағытталған. Біздің жоба аясында бірнеше нақты іс-шаралар жоспарланған. Бірінші, ол таза ауыл экологиялық акциясы, белсенді ұрпақ волонтерлік клубы және спорттық іс-шаралар ұйымдастырылады. Бұл жобаның ерекшелігі оның тек бір реттік шара емес, ұзақ мерзімді тұрақты қозғалысқа айналуы. Жобаны жүзеге асыру үшін біз мектеп оқушыларын және ауыл жастарымен біріктіріп, әлеуметтік желілер арқылы ақпаратты насихат жүргіземіз. Сонымен қатар жергілікті ұйымдармен байланыс орнатамыз. Қажетті ресурстар ретінде ерліктің ақпаратты қолдау және қарапайым құрал-жабдықтар пайдаланылады. Бұл жоба әлеуметтік маңыздылығы өте жоғары, себебі ол жастар зиянды әдеттен алыстатып, қоғамда өзара көмек пен бірлік қалыптастырады. Әрбір жас мен қоғамға пайдалымын деген сенімге ие болады. Жоба нәтижесінде белсенді жастар саны артады, волонтерлік мәдениет қалыптастырады, туған жерге деген құрмет күшейеді және салауатты өмір салты дамиды. Жобаның практикалық та маңызы да зор. Бұл тек теория емес, нақты нәтиже беретін жоба. Ауыл аумағы тазаланып, жастар арасындағы достық қарым-қатынас нығаяды және қатысушылар өмірлік тәжірибе жинайды. Бұл жобаға біз өз уақытымызды, күш-жігерімізді және жаңа идеяларымызды қостық, яғни бұл біздің шынайы еңбегіміздің нәтижесі. Қорытындылай келе, туған жерге қызмет ету әр азаматтың басты парызы. Біздің жоба осы жолдағы кішкентай, бірақ маңызды қадам. Егер әр адам бір жақсы іс жасаса, қоғам түбегейлі өзгереді. Біз болашақты күтпейміз, біз оны өзіміз құрамыз.